Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін бізде назарларыңызға 30 кітаптың тізіміне балалар жазушысы Толымбек Әбдірайымовтың «Алабұға ауланған күн» шығармасына тоқталамыз. Аягөз өзенінің бойында бірнеше бала бағанадан бері тереңдігі кеңірдектен аспайтын су ішінде бірде малтып, бірде сүңгіп, бірде бір-біріне су шашып ойнап мәз-мейрам. Ара-арасында судан жүгіре шығып, жағадағы ыстық құмға етбеттерінен жата-жата кетеді. Ары-бері аунап, үсті-бастары құм-құм күйінде қайыра өзенге жүгіреді. «Әй ақалақ, Нұржан, қарандар, менің бәңкіме бір үлкендеу балық кіріп кетіп шыға алмай жатыр», деді Тәуекел айғайлап. «Тсс, айғайлама, үргіттесін. Ақырындап, бәңкінің аузын жоғарғы қаратып, судан суырып ал», деді Самат. Тәуекел солай жасады. Қараса, алабұға. «Ура, жарадың Тәуекел, балық жейміз», деді айғайлаған жанасыл елден алабөтен қуанып. «Иә, қашанда ағысқа қарсы жүзетін балықтарының біреуі 3 литрлік шыны банкіге ашыған көженің қалдығы күрішті жеймін деп қақпанға түсіп, кіруін кірсе де тұйыққа тіреліп шегінуді білмей, өзін-өзі нәпсі құлқыны үшін құрбандыққа шалғанын білді ме? Білмеді ме? Ол жағында балалардың шаруасы қанша. Әйтеуір балық жейтіндеріне мәз. Өзге ұлдар да құралақан емес. 30 шақты май шабақтары мен жалғыз алабұғалары бар қара сирақтар үйлеріне олжалы қайтты. Дабырлай сөйлеп, бір-біріне сөз берер емес. Бұл кезде ұясына құлаған күміс күн біртін-біртін көкжиекке сініп бара жатқан. Батыс көкжиек, қызыл жалқын.